Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ümit. Сәлем достар, сабағымызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі сабағымыз, алдыңғы сабағымыздың жалғасы, және де сол зат есімдерменен танысатын боламыз. Енді зат есімді біз айттық, noun деп айттық. Әрбір жаңа сөз үйренгенде ағылшын тілінде, сол сөздің соңында осындай бір ән әріпі тұрады. Бұл нені білдіреді? Зат есім noun деген сөзді білдіреді. Енді не үшін біз осылай сөздерді қайсы сөз табында екенін біліп үйренуіміз керек дегенде, әрбір сөз табының өзіндік орны болады. Мысалы, зат есім көбінде бастауыш болады, болмаса толықтауыш болады. Ал баяндауыш тек қана етістік болады. Сондықтан біз бірінші бастапқы басқышта зат есімді қанық білуіміз керек, және оның сөйлемдегі орнын білуіміз керек. Енді бүгін осы зат есіммен тағы да ары қарай жалғасты танысатын боламыз. Okay. The first words. Бірінші сөзіміз болса family. Family да зат есімге келеді ғой. Family. Енді бұл сөздің мағынасы өте кең. Қараңыз. Family. Family деген отбасы, семья деген сөз. F әріпі father деген әке деген сөздің бірінші әріпінен қысқартылған. A әріпі and, және деген сөз. Осыған және деп жазып қойыңыздар, білмесеңіздер. Және деген сөз. M әріпі mother деген сөз. I деген мен. L деген love-тың бірінші әріпі, Y деген you деген сөз. Сонда family деген сөздің мағынасы не десе? Father and mother, I love you. Әке және шеше, мен сендерді сүйемін деген сөз. Family-дің соншалықты маңызды. Сондықтан ағылшындар family is the most important деп айтады. Яғни отбасы өте маңызды деп қарады. Онда осы сөзді жаттап алсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сөзді қайттық, ағылшын тіліндегін үйреніп алдық міне. Father and mother, I love you. Бірінші сөзіміз болса father. Father әке. Father. 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 Mother шеше. Mother. 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 Brother. Brother. Ағылшын тілінде ағаны да, ініні де қайтеді? Brother. Бауыр. Яғни ағаны да brother, ініні де brother деп айтады. Brother. Brother. Sister. Sister. Әпекенде sister дейді. Қарындасты немесе сіңлісінде sister дейді. Sister. Sister. My. My деген сөз ағылшын тіліндегі мен деген сөз. My. Енді бұны жаттау оңай. My құйрық. Менің май құйрығым деген сияқты. My. Сар май, тоң май, құйрық май. My әріпін жаттаудың есімізде қалды ма? My, менің деген сөз. I деген ағылшын тілінде мен деген сөз. My деген сөз менің деген сөз. My, менің. My, менің. Your деген сенің деген сөз. Your, сенің. Your, сендердің. Сенің, сендердің деген мағынаны білдіреді. My, менің. Your, сенің, сендердің. Енді, мына сөйлемін қарайық. This is. This is деген бұл болса деп аударамыз. This is, бұл болса, мынау болса деп айта береміз. Аударған кезде, this is. Мына T мен ағылшын тілінде T мен H әріпі бірге келгенде зеңбіректегі Z әріпі дыбысталады. Оны дұрыс дыбыстау үшін тіліңізді, екі тіліңізді үстіңгі және астыңғы тісіңізбен тістеп тұрып зеңбірек деп бірнеше рет айтсаңыз дұрыс дыбыстайтын боласыз. This is мынау болса. Енді бағанағы үйренген зат есімдерімізді осы сөйлем формасына саламыз. Ағылшын тілін ең дұрыс үйренудің тәсілі ол бейне бір математикалық формула сияқты. Бірге бірді қоса екі болатыны сияқты осындай сөйлемдік құрылыстары болады. Тек қана this is деген сияқты сөйлем құрылыстарына бағанағы үйренген зат есімдерді орнына қоя салсақ болды, бір сөйлем шығады. Енді қараңыз. This is my. Мынау болса менің. Енді менің деген сөйлемнің соңына бір зат есімді қоя саламыз. This is my mother. Мынау менің шешем, бұл менің шешем деп айтсаңыз да болады. Онда кеттік.
This is my mother. This is my mother. Мынау менің шешем. This is my mother. This is my father. My father. Менің әкем. Мынау менің әкем. This is my father. This is my mother. Бағана айттық. This is my mother. This is my father. Енді this is my brother. Мынау менің ағам. This is my brother. This is my brother. Мынау менің інім. This is my brother. Brother аға, іні деп те айтылады. Мынау менің ағам десек, this is my brother деп айтамыз. Енді мынау менің інім десек, this is my brother. Енді this is my sister. Мынау менің әпекем. This is my sister. Мынау менің әпекем. This is my sister. Мынау менің сіңлім, болмаса қарындасым деп айтасыз. Енді мына сөздерге қарайық. Бұлар зат есімдер. Family, отбасы, немесе семья. And this is мынау менің. This is my, мынау менің. Енді шеше деп айтады біреулер. Ағылшын тілінде көп киноларда көрсеңіз, біреулер mommy деп айтады. Mommy, бұл да шеше деген сөз. Mother мен бірдей. Мынаны кішкентай балалар еркелеп айтады. Mommy, mommy. Daddy, daddy, әке. Бұл да кішкентай балалар еркелеп айтады. Daddy деп, әке деген сөз. Енді үлкен ересек балалар father деп айтады. Енді brother, аға, іні. Sister, әпеке, немесе сіңлі. Енді бүгінгі сабағымыздың тоқетер түйінін айтатын болсақ, біз мына бір нәрсені үйрендік. Қайсы дегенде this is my. Мынау менің болды. Майдың артына қайтеміз? Жалғастыра отырып, зат есімдерді қоя береміз. Бұлайша айтқанда бұл бір формула. This is my зат есімді арнайы сөз үйренген сөз сабағымызды көретін болсаңыздар, өңкей зат есімдерді өткенбіз. Сондағы зат есімдерді осы орынға қоя саламыз. Мысалы, this is my pen, мынау менің қаламым. This is my pencil, мынау менің қарындашым. Онда сол зат есім өңкей өтілген сөз сабағымызды көріңіздер, содан осы формулаға әкеп қоя салсаңыздар болды. Енді this is my, мынау менің деп айттық. Енді your, сенің. Енді қараңыздар, мына your-ды дұрыс дыбыстау үшін, мынау you are емес. Ар деп бөлек оқымайсыздар бұны. Your, сенің, сендердің, your, сенің, сендердің деген мағынаны білдіреді. Бағанағы формулаға this is my деп мен айттым. Енді сіз отырып алып, this is your деп жазып, бағанағы сөйлемдер, зат есімдерді қойыңыз. Қайсы? This is your father. Мынау сенің әкең. This is your mother. Мынау сенің шешең. This is your brother. Мынау сенің ағаң. This is your brother. Мынау сенің інің. This is your sister. Мынау сенің әпекең. This is your sister. Мынау сенің қарындасың деген сияқты сөйлемді құрауға болады. Мінекей, сіз бағанағы зат есімдерді білсеңіз, осы формулаға салып, ағылшын тіліндегі қарапайым жай сөйлемді айта алатын болдыңыз. Бүгінгі сабағымыздың жалпы түйіні осы, яғни зат есімді бағана my, your деген сөздердің соңына қойып, осы формуламен айту. Егер сабағымыз ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпағайсыздар. Келесі санда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.